Сәлеметсіздер ме? Мен Ержан Қызыдалова, Алмабақ орта мектеп гимназиясының оқушысы боламын. Менің номинациям «Отаным қасиетті туған жер» номинациясы. Қазақстанның табиғаты мен мәдениетінің ерекшеліктері жайлы айтамын. Отаным қасиетті туған жерім номинациясының маңызын және презентацияның мақсаты, яғни ол жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу. Келесі айтып кететін жайт ол номинацияның маңыздылығы, яғни жастарды тәрбиелеу, ол бізде патриоттық рухты жоғарылату, екінші сүйіспеншілікті арттыру, туған жерге, елге және де патриоттық сезімге деген сүйіспеншілікті. Ары қарай ол бізде мұраны сақтау, яғни біздің тарихымыз, салт-дәстүрлер және бізге дейін келе жатқан мұра. Келесі ол біздің туған жердің қасиеті. Туған жердің қасиеті дегенде жалпы біздің ойымызға не келеді? Туған жердің қасиеті десек, ол бізде табиғат, еліміз, жеріміз, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз, тарихымыз. Және тағы айтып кететін жайт, балалардың өзін және де жастардың сүйіспеншілігін арттыратын ол бізде ландшафттық алуан түрлілік. Қазақстанның ландшафты өте алуан түрлі, дала, төл, көл, далалар көп кездеседі бізде. Және де аймақтың ерекшелігі, одан басқа ұлттық парктер адамға сүйіспеншілікті арттырады. Туған жердің қасиеті, яғни тағы бір пунктісі ол бізде тарих. Тарих ол бізде бәріміз білетіндей ата-бабадан мұра болып келе жатқан өте маңызды сәттердің бірі. Қазақстанның бай тарихы келеді, ол бізде сонау қазақ хандығынан басталған, және осы қазіргі Ресей империясының қарамағында болған кезде де біздің қазақ елімізде көптеген тұлғалар болатын, ол бізде Абай, Әл-Фараби, тағы да айтып кететін жайт ол бізде Алашорда партиясы. Бұл тарих біздің туған жеріміздің қасиетінің бірі болып өте маңызды рөл атқарады. Тағы пункт ол бізде мәдениет. Мәдениеттің ішіне бізде салт-дәстүрлер, өнер, әдебиет кіреді. Салт-дәстүрлер, яғни ол біздің салт-дәстүрді сақтауымыз, ол мемлекет ретінде мәдениетімізді сақтау болып есептеледі менің ойымша. Және де өнер арқылы біз өзіміздің сүйіспеншілігімізді, өзіміздің өнерімізді көрсете отырып, елге деген махаббатымызды көрсете аламыз. Және де әдебиет. Әдебиет ол бізде тарих сияқты өте үлкен рөл атқарады. Әдебиеттегі туған жер бейнесі. Әдебиеттегі туған жер бейнесі осы біздің мектеп оқушыларына да, осы студенттерге де, жалпы жастарға да өте қатты сүйіспеншілікті арттырады деп ойлаймын. Себебі оны оқудың өзі өте қызықты, және де біздің қаншама жазушыларымыз бар, мысалы Абай, Мұхтар Әуезов, олардың бәрі өзінің поэзия жазулары арқылы балалардың ішіндегі патриоттық рухты, отанға деген сүйіспеншілікті арттырған болатын. Қалай келе, отаным қасиетті туған жердің номинациясының маңыздылығы, ол балаға деген патриоттық рухты сезімді, және де оны патриоттық сезімдік рухты арттыру үшін қандай пунктілерді арттыру керек, және де қандай әсерді сезіндіру керек екенін айтып кеткен болатын. Келесі ол бізде шақыру, яғни жастарды туған жерге қызмет етуге шақыру. Яғни мен айтып кеткенде ол поэзия, проза, әртүрлі шығармалар арқылы және де мектеп қабырғаларында балаларға оны түсіндіру болып келеді. Ары қарай ол бізде болашақ, Қазақстанның болашағы біздің қолымызда, яғни жастардың қолымызда. Осымен мен презентациям аяқталды. Сау болыңыздар.